Соңғы кездері Бейсен үйде тұрмайтын болып жүр. Пазиндада қонып қалатын кездері көп. Осы бұрын да сол Пазиндада тұрдық қой. Дәл осылай ұзақ жүрмеші едің дегенде. Ол бұрын болған. Қазір малдың саны көбейіп жатыр. Ана жылқылар бір үйір болса, қазір екі үйір. Балалар өсіп жатыр. Малды көбейтпесек болмайды дегеніне сеніп, ол да дұрыс екен дегенде қойған. Сонда да Бейсеннің жүріс-тұрысында, мінезінде бір өзгеріс бар екенін байқады, бірақ ажырата алмады. Бейсен болса мүлдем өзгеріп алған. Үйіне қайтқысы келмейді. Үйіне келсе, Гүлжанатқа қарағысы келмейді. Бұрын қалай тұрғанмын деп ойлап қояды. Жылда бала туып өзіне қарауды ұмытқан Гүлжанат шынымен де өз жасынан үлкен көрінетін. Шаштары да сабан сияқты қоқиып қалған. Гамаждың сыртына носки кие салған. Сүлпиген мына бір көйлегін тастамай киетіні тағы бар. Өңі кетіп, Гүлжанатты одан сайын қартайтып тастаған. Қашан болсын ерте тұрып, кеш жататын Гүлжанатты тіпті кейде іздемейтін болды. Қайта аңсары Пазинда жаққа ауып тұрады. Жеткенше асығады. Толқын өзін көргенде, қайнаға, келіңіз, тамақ жасап қойдым. Нариман малға кетті, кешке бірақ келеді. Бүгін асықпай қайтсаңызшы деп құшағына кіріп кеткенде Бейсен есінен танатын. Гүлжанаттай емес, малдың арасында жүрсе де үстінен жұпар иісі аңқыған қылықты келін өзін жібермей әбден қинайтын. Қайнаға, аңсаған мектепке баратын уақыты болып қалды. Баламды алып мен де ауылға кетіп қалайын ба? Мұнда кім қалады? Нариман жалғыз қайтеді. Оны көндіремін ғой. Бала мектепке бармаса болмайды. Оны ойластырамыз. Жақсы, тағы айтарым бар деп Бейсеннің шаштарын саусақтарымен тарай бастады. Не болды? Аяғым ауыр сияқты дегенде Бейсен ыршып түсті. Шошымаңыз. Не болды сонша? Туасың ба? Әрине, сізден бір ұл тапсам арманым жоқ. Қой, болмайды. Нариман біліп қойса қайтеміз? Оны қойсаңызшы, өзім реттеймін, қорықпаңыз дейді. Сонда да абай болу керек, біліп қойса пәле ғой. Ту, сіз де қиналмайтын жерде қиналады екенсіз. Одан да келіңіз, массаж жасап берейін деп арқасын уқалай бастады. Арқаңыздың барлығы қатып қалыпты ғой, денеңізді бос ұстаңыз деп саусақтарын батырып жіберді. Енді Бейсен қипақтап өзін қоярға жер таппайды. Кешке Нариман малды қораға кіргізіп жатқанда күндегідей қасына бармайды. Үйге де қараңғы түскенде бірақ кіріп, мен үйге қайтайын, ертең ана қораның шатырын жабу керек. Шегелер әкелмесе болмайды екен. Тамақ ішіп, бірақ шықпадың ба, қайнаға? Үйге етере жетейін. Иә, Гүлжанат абысын ренжіп жүрер. Тездетіп жетіп алыңыз, дейді өтірік күлгендей болып. Бейсен кеткен соң Нариманға тамағын беріп отырып, аңсардың мектепке баратын уақыты болып қалды. Не істейміз, дейді өтіріктен майысып. Тура бір Нариманның айтқан сөзі өзіне маңыздыдай көрсетіп. Өткенде апам айтқан, өзіңнің қолыңа алады. Маған айтпады ғой. Аңсарымды сабаққа дайындап кім оқытады? Гүлжанат жеңгем бар ғой, өзінің балаларымен қосып бағады. Ол да дұрыс екен деп өтіріктен көне қалды. Одан кейін айтатын әңгімесінің салмағы ауырлау болып тұрған соң онша қазбаламады. Менің тағы айтатыным бар. Ол не тағы? Аяғым ауыр дегенде Нариман қолындағы табағын лақтырып жіберді. Өткенде төркінеге барғаның жаман еді. Сен осы жүрісіңді қашан қоясың, әбден қарабет қылып болдың ғой деп шашынан ұстап қысып алып сүйрей жөнелді. Әбден ұрып, тепкілеп болған соң сыртқа шығып кетеді. Ішін жауып екі бүктетіліп қалған Толқын солқылдап жылап жатыр. Қасына келген кішкентай қызы қоса жылап түннің бір уақытында бірақ тұрады. Келесі күні келген Бейсен Толқынның көгерген түрін көргенде шошып кетеді. Қорықпаңыз, сізді айтпадым дейді. Бір күні үйіне қайтуға асығады. 2-3 ай өткенде апасы. Қыркүйек жақындап қалды. Ана Толқын аңсарды мектепке дайындайтын ойы бар ма? Үстіне форма, портфелін әперсін, екеуін әкелсеңші деп Бейсенге тапсырады.
Бейсен аңсар екеуін Пазиндадан алып келеді. Ата енесімен амандасып, Гүлжанатпен амандасып жатқан кезде толқынның шығып қалған ішін көргенде Батима селк ете қалады. Ұялып тұрған ол жоқ. Гүлжанаттың қасында отырып қалып әңгімесін айта бастайды. Сол жылы толқын қыз туып алады. Әдетіне салып Бейсеннің басын тағы айналдыра бастайды. Бейсен де бұл жолы өзін еркін ұстап батылдана түседі. Қайта толқынды Нариманнан қызғанатын әдет шығарады. Бір жолы ауылда үлкен той болып, сол тойға барлығы бірге барады. Басында Нариман барғысы келмей бас тартады. Біз де адамбыз ғой. Малдың соңында қашанғы жүреміз? Бармасам қой, қайнағалар барады екен. Солармен ілесіп барамын дегенде амалсыздан көнеді. Енді той дастарханында бұлар басқа үстелге отырып қалады. Міне, сол кезде Бейсеннің екі көзі толқында. Үстіне киген қызыл көйлегі өзіне жарасып тұр. Ұзын қара шашын желбіретіп жіберіп тастаған. Елдің барлығымен күліп сөйлеп, екі көзінен оты шашып тұр. Арасында ортаға шығып жұлқынып билегенде толықша денесі бұралаңдап, қараған көзді өзіне еліктіретіндей. Көпшілік ортада өзін соншалықты еркін ұстайды екен. Нариман болса қасында отырып алып барынша қызмет етіп отыр. Қолын иығына асып арасында өзіне тартып қояды. Бір кезде екеуі ортаға шығып вальс билеп жүр екен. Нариманның құшағындағы толқынды қарап отырып, қызғанған Бейсен сыртқа шығып кетеді. Оны байқап қалған толқын той біткенше Нариманға кенедей жабысып, күйеуінің қазір көрген адамдай кейіп танытады. Бейсенді одан сайын қызғандырғысы келеді. Қастарында жүрген Гүлжанат болса түк сезер емес. Өзімен бірге екі баласын ертіп келген. Той біткенше солармен алысып жүреді. Үйден шығарда енесі: мына шуылдақтың барлығы мазамды алатын болды ғой. Майдаларын алып кетіңдер дегенде толқын: менің балаларым атасының қасында күнде бола бермейді. Атасымен отырсын деп шығып кеткен. Енесінен қаймыққан Гүлжанат екеуін алып шыққан болатын. Арасында бір Пазиндаға барып тұратын атасы Бейсенмен бірге ілесіп келеді. Көліктің түскеннен: ата, келіңіз, қандай жақсы болды. Сізді сағынып жүрген едім, келіңіз, қазанға ет салайын деп толқын барынша атасының көңілін аулап жатыр. Қайнаға, атамды осылай өзіңізбен бірге әкеліп тұрмайсыз ба? Көжеден алыңыздар деп сөйлеп жүр. Бейсен әкесімен күн ұзақ жүрді. Екеуі қорадағы көңді шығарып, шатырдағы кеткен жерлерді жауып, кеш батқан байқамай қалды. Кеш батқанда малмен бірге Нариман келіп, кешкі тамақтан соң қайтады. Келесі күні Батима шал екеуі тапшанда оңаша асықпай шай ішіп отырғанда шалы сөз бастайды. Ана толқын қайнағасына бір түрлі жалпақтайды дейді. Жалпақтаған нес? Қайнағасы болған соң сыйлаған да? Жоқ, олай емес сияқты. Енді қалай? Сенде бірдеңені бастайсың. Жалпаңдап оның алдына өзің тым еркін ұстайды екен дегенде Батима бетін шымшыды. Қайдағыны бастамай тыныш отыр, Гүлжанат естімесін деді, сыбырлап. Өзі не істерін білмей терең ойдың жетегіне кетті. Күзге қарай толқынның іші тағы да домаланып шыға келді. Нариман қап-қара болып тұтығып, өзіне өзі демалыс жариялап малға шықпай жатып алды. Тек Бейсен ғана риза. Нариманның қасына көмекші алып, жұмысын азайтқандай болды. Жаман емес, малдың саны артып жатыр. Енді қымыз сатсақ та болады. Мен жұмысқа тағы адамдарды қарастырамын. Арасында малды сойып сатсақ та болады. Базарға ет таситын көмекші керек. Базарға еттің өзің тасисың ғой деп Нариманға қарады. Сендерге айтар жақсы жаңалығым бар. Ауылдан таңдап жүріп, бір үй алсаңдар да болады дегенде толқын: шын айтасыз ба? Біздің енді өз үйіміз бола ма? Бұйыртса болады. Онда мен өзім таңдаймын. Жүр, бірге барайық деп жатқан. Нариманды сүйрей жөнелді. Таңдап жүріп ауылдың ортасынан ата енесінің үйінен бір көше төмен жерден үй сатып алады. Содан бері Нариман толқын екеуі өз үйлерінде тұра бастайды. Пазиндаға басқа жұмысшылар алынады. Уақыты келгенде толқын тағы бір ұл Бейсеннен туып алады. Осы уақытқа дейін үлкен балаларын Гүлжанат қарап мектепке апарып жүрсе, енді 5 баласын да қолына алады. Толқын босанғалы бері Батиманың мазасы кетеді. Не ойларын білмей
кіммен сөйлесерін білмей есі шықты. Ақыры жүз ойланып толғанып бір оңашада Бейсен мен өзімен сөйлеседі. Сен бала не білдіріп жүрсің? Не болды апа? Ей, жүгірмек, ана толқынның соңғы тапқан баласы сені аумайды ғой. Енді бір тұқым ұқсаса ұқсайды да. Олай жалтарма маған. Мен барлығын білемін. Не бар араларында деп сұрақты төтесіне қойғанда Бейсен жиырылып қалды. Айт деймін деп бақырды. Шешесінен құтылмайтынын біліп, менің балам деді. Ана қызы да осында келгенде туып еді. Ол да сенікі ме? Баласы басын изегені сол еді. Қолындағы таяғымен ұра жөнелді. Өлтірдің ғой, сорлы, өлтірдің. Басқа қатын таппадың ба? Туған бауырың ғой ол. Өлтірдің деп еңкілдеп жылай бастады. Қойыңызшы апа, ауырттыңыз ғой, бала емеспін. Араласпаңыз, барлығын өзіміз шешеміз деді. Жолама оған, қайтып жолаушы болма. Оны енді өзім шешемін дегенде бетін шымшыған Батима. Тағы бір бала таптырайын деп тұрсың ба? Ей, 7 балаң бар. Гүлжанат біліп қойса қайтесің? Апа, мен одан енді бас тартпаймын деп апасын тыңдамай кетіп қалады. Отырған орында Батима қалады. Аспан айналып жерге түскендей. Тіпті басын көтере алмай жатып қалады. Енесінің мұндай әдеті жоғын білетін Гүлжанат Бейсенге: апам ауырып жүрме? Жата беретін болыпты дейді. Жасы 80-ге келді, оңай дейсің бе? Шаршап жүрген шығар деп құтылады. Келесі күні Нариман қалаға кетті дегенді ести сала Батима толқынға келеді. Енесінің жай келмеген түсінген толқын үнсіз отыр. Менің босағама келгенде үлбіреген бала едің. Жас, әлі сөйлемеңдер деп сені еркелетіп басыма шығарған өзім болып тұрмын ғой. Шыдасам, осы уақытқа дейін бір Нариманның үшін шыдап келдім. Қаладан 2 бала туып келгенде де үндемеген едім. Енді мынау сенің не істеп жүргенің? Апа, сөзімді білме. Еркек құрып қалғандай неге қайнағыңа жабысасың, көлбеңдеп? Апа, сенің маған ақталғаның керек емес. Еркектің есі болмайды. Оған бәрібір. Балалар өсіп қалды. Алды 20-ға толып жатыр. Ана қызы тұрмысқа шығамын дейді. Ертең құда болады. Қазақтың мақалы жолы бар. Өсіп өнген жерден, текті жерден қыз ал деген. Ана қыздың жолын байлап, барған жері бетіне басса қайтесің? Мына жүрісіңді тоқтат. Қайтып балама жолаушы болма. Осы уақытқа дейін Нариманымды ойлап қайғыратынмын. Енді басқасын ойлап жүретін менің жағдайым жоқ. Тоқтатпасаң көресің, деді де орнынан тұрып шығып кетті. Артта қалған толқын кеудесін бір өкініш кернеп, қимас затынан айырылғандай күйде болды. Бейсен бір келгенде: қайнаға, апам келді ғой деді. Білемін, менімен де сөйлесті. Біз осымен тоқтатайық. Ол кісі маған қатты айтты. Көреміз, деді де баласына қарап тұрып: Нариманды әке дейді ме? Деді. Балалардың барлығы әке дейді. Мені кім дейтін болады? Деп тұрып шығып кетеді. Арада 8 жыл өтеді. 8 жылда біраз өзгерістер болады. Бейсен мен толқынның ұлы Мирас 8 жасқа толады. Бейсеннің 20 жастан асқан үлкен қызы тұрмысқа шығады. Құдағилы болады. Келесі жылы ұлы үйленіп той жасайды. Енді Гүлжанат екеуі жастары 50-ге келіп немере сүйіп отыр. Пазиндадағы жұмыс өрге басып, жағдайлары жақсы. Қора толған мал, астында қымбат көлік. Барлығы осылай жақсы болып жүр берер ме еді, кім білсін. Барлығын тұрмыстағы қыздары Фарида құртады. Үйдегі келін босанып ұлды болады. Немерелерін қырқынан шығарып, туысқандар арасында той жасайды. Той бітіп, барлығы тарқаған кез. Үйде қалған бөтен ешкім жоқ, өздері ғана. Енді өздері отырып, бір шай ішпекші болып дастархан басына жинала қалады. Үйге жүгіріп кірген Мирасты балалардың бірі аяғынан шалып құлатады. Жерге құлаған бала долданып жылай бастайды. Ас үйден шыққан Гүлжанат Мирасты жұбатып бетінен сүйіп: жылама балам, тұра ғой деп тұрғызады. Осы кезде әрең отырса керек. Фарида баж ете қалады. Сүйме оны, күндесіңнің баласын жұбатып қайтесің дегенде барлығы жым болды. Сөздің төркінін түсінгендер түсінді, түсінбегендер аң-таң. Неге қарайсың маған?
Өтірік жынды болып тұрсың ба? Бұл кімнің баласы екенін білесің бе? Дегенде Гүлжанат артқа қарай шегіне берді. Қызым, болды қой, деп Батима сөйлей бастап еді. Қоймаймын, ал қайтесіз? Бұл Толқынның папамнан тапқан баласы, анау қызы дегенде Гүлжанат құлап бара жатты. Толқын отырған орнынан атып тұрып сыртқа жүгірді. Артынан Нариман кетті. Көкпеттеніп алған Фариданы қоятын емес. Ұятсыздар, қашып бара жатқанын қара деп айқайлап жатыр. Осы кезде күйеу бала Фариданы сыртқа қарай сүйрей жөнелді. Машинаға салып алып кетіп қалды. Абысындар Гүлжанатты төсегіне апарып жатқызды. Біреуі жедел жәрдем шақырды. Ұзыннан созылған үстелдің үсті тамаққа толып тұр. Буы бұрқырап самаурында тұр. Тіпті әкелген ыстық ет те жайына қалды. Дастархан басында Бейсен ғана қалған. Жанболат кіші інісін ертіп Нариманға келді. Бейсеннен ондайды күтпеген олар ашулы еді. Дариға барлығын білетін болып шықты, бірақ айтпаған. Үйге кірген кезде Нариман Толқынды сабап жатыр екен. Балалар қорққандарына үйге кірмегенде далада бүрісіп тығылып қалған. Толқынның жан дауысы шығып жатқан соң екеуі келіп айырып алады. Қолдары дір-дір еткен Нариман теңселіп әрең тұр. Жанболат басу айтып тыныштандырды. Біраз уақыттан соң әңгімелерін бастайды. Біліп пе едің? Жоқ, күдіктенетінмін, сезетінмін. Жалпы барлық балаң сенікі емес қой. Мен онсыз да әрең жүрген адамын, тағдырыма көнген адамын. Бұқа біреудікі болса да бұзау менікі деп балаларға бауыр басып қалдым. Өзімнің балаларым деп қабылдадым, өсіріп тәрбиелеп жатырмын. Енді не істейсің? Ештеңе істемеймін, өлейін бе? Ажырасқанда қайда барамын? Кімге керекпін деп тістене сөйлеп, Жанболат інісіне басу айтып қасында түнімен отырды. Таңға жуық үйіне қайтты. Гүлжанат келесі күні бүкіл бала шағасын жинап, өмір бақи тұрған 7 баласын дүниеге әкелген үйден кетіп қалды. Бейсен Пазендаға барып жатып алды. 2 қабатты үлкен үйде жастары 90-ға жақындап қалған шал мен кемпір қалды. Арада бір апта өтсе де бір баласы не қызы келіп жағдайларын сұрамады. Барлығы екеуіне ренжулы. Бар пәлені біреу істейді, кінәлі бұлар. Болған оқиғаны дер кезінде тоқтатпағанына ренжиді ма? Қолдары қалт-құлт етіп газға шәугім қойып, шайларын ішкенге шамалары жетеді әйтеуір. Түбі келеді ғой, қайда барады дейсің деп қояды іштей. Бұл күндері өсек жерде тұрсын ба? Бүкіл ауыл гуілдеп шулап кеткені қашан? Көршілерде кірмей қалған еді. Соңы